Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік болып шығатын капкейкке дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге майонез, ұн, қант, жұмыртқа, сүт қажет болады. Ас содасы мен уксус та қажет болады. Видеоның астына толықтай граммдан жазып кететін боламын. Алдымен жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды аз мөлшерден салып миксерлейтін боламыз. Қант пен жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін, оның үстіне майонез салып, ары қарай тағы да миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін, ас содамыздың үстіне уксусымызды салып, погаситіп аламыз. Одан кейін осы немемізге құйып, ары қарай миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыздың ішіне 1 чай қасық разрыхитель салып қойдым. Барлық ұнымызды салып алғаннан кейін, ең соңғы жағында сүтімізді құйып, тағы да біраз миксерлейтін боламыз. Енді осындай қағаз формочкаға салып пісіріп алатын боламыз. Осылай барлығын құйып аламыз. 180 градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Енді креміне кірісетін боламыз. Салқын сливкамызды 2-3 минут миксерлеп аламыз. Енді творожный сырымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді қант ұнтағымызды салатын боламыз, сахарная пудра. Үшеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз осындай шығу керек. Енді одноразовый мешочка өзімізге керекті насадканы алып, осылай бетіне әдемі гүл жасап шығатын боламыз. Бетіне посыпка сепсеңіздер болады. Осылайынан енді барлық кекстарымызды осылай әсемдеп шығатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео болады. Астарыңыз дәмді болсын.